Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей әсем. Бүгін мен сіздерге оразаға, яғни Рамазан айына арналған ауызашарға қоятын тойбастарлар және де кәдесыйларды көрсетемін. Не осындай шаблонды мен осы телеграм каналыма саламын, тегін шаблондар каналыма, сондықтан мен YouTube каналыма тіркеліп, осы видеоның астына лайк, комментарий басып, телеграм каналыма өтсеңіздер болады. Телеграм каналым тек менің YouTube'ке подписчиктеріме арналған канал. Бұл шаблон мен Photoshop каналда жасадым. Photoshopта жасалдым, яғни Photoshop программасында өте качественный шаблондар. Бұл шаблон кесеге арналған, және бұл шаблон, бұл открытка секілді ауызашарға арналған дұғалардың дұғалар ауыз бекітуге және ауыз ашарға арналған дұғалар жазылған. Арабша тілінде және де мағынасы, яғни аудармасы жазылған. Бұлардың барлығын кәсеге арналған және мына ауызашарға арналған дұғалардың открыткасын бұны біз 200-230 граммға дейінгі бетте шығарамыз. Ал мына обертканы 110-115 граммдық бетте шығарса болады, ол өйткені жұқа және орағанға ыңғайлы болады. Бұның ішіне 100 граммдық казахстанский шоколад немесе кез келген 100 граммдық шоколад, бірақ оберткасымен болғаны жақсы, сонда бұл әдемі көрінеді. Оберткасы, яғни фольгированный болу керек. Ал енді мынаны көрсетейін, былай қалай жасаймыз. Бұны алдымен қиып аламыз. Бұны жасаған түк қиындығы жоқ. Өйстіп қиып аламыз да. Бұл A4 бетте екеу шығады. Бұны сіздер сатсаңыздар да болады, адамдарға заказ қабылдап, немесе өзіңіз ауызашар шайын бересіз ғой, сол кезде бұны қонақтарға сыйлық ретінде осы кішкене кәдесімен, немесе шоколадпен, кесемен, немесе финиктармен қойсаңыздар болады алдыларына. Финиктардың оберткасы, яғни кішкентай целлофанға салып, бетіне кішкентай наклейкасы менің VIP каналымда бар. VIP каналымнан алсаңыздар болады. Енді бұны мына сызықтармен жүргізіп шығамыз. Жүргізгенде бұны біз сухой предмет, яғни беговка жасайтын предметпен осылай жүргіземіз. Бұл менің шаблондарымның тек бір ғана бөлігі. Ал сіздер бұдан да көп оразаға, Рамазан айына шаблондар алғыңыз келсе, менің VIP каналыма тіркелсеңіздер болады. Ол үшін менің WhatsApp нөміріме жаза кетіңіздер. VIP каналымда көптеген шаблондар бар. Тек қана Рамазан айына ғана емес, Қазақстанның барлық мерекелеріне арналған, тойға, свадьбаға, ұзатуға және де баланың мерекелеріне, қыздарға, ұлдарға деп әр наборда 2 баннер және де 15 түрлі шаблон, яғни копилка, соктың оберткасы, шоколадтың оберткасы, 3 түрлі бомбонерки, растяжка, колпак, кулек, барлығы болады. Міне осылай әдемі, кішкентай, миниатюрный осындай біздің открыткамыз болады. Ішінде осылай ашқанда дұғалар жазылып тұрады. Өте әдемі, өте қолайлы. Мынаны даже кішкентай болғандықтан қалтаға салып, сөмкеге салып, кез келген жерде ауыз ашқанда осыны оқып ауыз ашсаңыздар болады. Енді кесенің шаблоны, бұнда кішкентай кесеге арналған. Көлемін көріп тұрсаңыздар, міне примерно 8 сантиметр, 8-8 болады, размер 8-9 болады. Бұл бір бетте 2 шаблон шығады. Және де бұл шаблонды осылай қиып аламыз. Бұны біз бекіткенге двухсторонний скотч немесе степлер керек болады. Осылай қиып аламыз. Мама, қамба. Өте кішкентай, кесе алғанда сол бірінші осы размерін көріп алыңыздар. Размер
осылай шығарсаңыздар, онда осындай кішкентай кесе алған дұрыс. Немесе үлкендеу қылып жасаңыз десе, бұны шығарғанда үлкендеу қылып кішкене размерін үлкейтіп алып шығара салсаңыздар да болады. Міне осылай бүктеп аламыз. Беговкамен жүргізсеңіздер де болады, немесе беговкамен жүргізбесеңіздер де болады. Кесенің ішіне салып, осылай кіргізіп, осылай саласыздар. Кішкентай кесемен де болмай қалды сіздерге наглядно көрсеткенге. Мына жерінен двухсторонний скотч немесе степлермен бассаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Әсем. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Олар маған өте көп шабыт береді. Келесі видеода неме түсірейін, қандай шаблондар түсірейін, қандай шаблон жасауы көрсетейін бе, или жинауын көрсетейін бе, сол туралы комментарийға жазып кетіңіздер.